Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер және хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Кейбір азаматтарға аударылатын зейнетақы жарнасының көлемі ұлғаюы мүмкін. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ашықтығы порталында зиянды еңбек жағдайына ие жұмыстарға тағы 5 жаңа кәсіпті жатқызуды ұсынған бюро жобасы жарияланды. Зиянды еңбек жағдайына ие жұмыстарға жатқызу ұсынылған жаңа кәсіптер қатарында мыналар бар. Ақташ және доломит қойылмаларына жұмыс істейтін, ақташ және доломитті күйдіру пештеріне шығыс бункерлерге, сондай-ақ конвертер цехының беру трактының шығыс бункерлеріне тасымалдау үшін көпір крандарын әрекет ету аумағына қабылдаумен, орналастырумен және берумен айналысатын бульдозер машинасы. Прокат стандарттарының эмуляциясын дайындау аппаратшасы, табақ металлды буып түю агрегаты посының операторы, қара металлургия өндіріс кезінде газ конденсатын айдаумен, ағызумен және тасымалдаумен айналысатын автомобильдің жүргізушісі, электр станцияларының ленталық конвейерлерінің қабылдау бөкеріне қатарларды түсіру, тиеу, қалыптастыру, төсеу және көмір беру жөніндегі жұмыстарда тікелей айналысатын бульдозер машинасы. Егер бұл құжат қабылданса, онда осы лауазымдарға жұмыс істейтін азаматтар үшін жұмыс берушілер бөлек жалақының 5% мөлшерінде, бірақ өз есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлей бастайды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз және видеомыз астына өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.